бағдарламалық жасақтама түсінігі. Соның ішінде жүйелік бағдарламалар және қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Жаңа тақырыпқа кіріспей тұрып, ойланып көрейік, барлық компьютерлер бірдей ме? Мысалға алғанда, үй компьютері мен инженердің компьютерінің арасында айырмашылық бар ма? Әрине бар. Өйткені әр компьютер өзіне берілген нақты функцияларды орындайды. Бүгінгі сабақтарда мен сіздерді бағдарлама, бағдарламалық жасақтама, жүйелік бағдарламалар атты терминмен таныстырып өтемін. Компьютер ол модель. Компьютердің орындайтын негізгі функциялары бар. Олар ақпаратты енгізу, ақпаратты шығару, ақпаратты сақтау және өңдеу. Адам мен компьютерді салыстыруға болады ма? Жоқ. Себебі компьютер адамнан алынған тапсырмалар тізбегін орындайды. Басқаша айтқанда, оны бағдарлама деп атайды. Бағдарлама бұл белгілі алгоритмді іске асыруға арналған реттелген командалар тізбегі. Бағдарламалық жасақтама бұл компьютер үшін адам жазған бағдарламалар жиынтығы. Компьютердің аппараттық жасақтамасы және бағдарламалық жасақтамасы болады. Кей кезде бағдарламалық жасақтама аппараттық жасақтамадан қымбаттау болуы мүмкін. Әр компьютердің өзінің бағдарламалық жасақтамасы болады. Мысалға айтқанда, үй компьютерінде көбінесе мәтіндік редакторлар, графикалық редакторлар, ойындар немесе видео көруге арналған бағдарламалар болады. Ал конструктордың компьютерінде сызбалар сызуға арналған бағдарламалар болады. Бағдарламалық жасақтама екі топқа бөлінеді. Бірі жүйелік бағдарлама, екіншісі қолданбалы бағдарлама. Жүйелік бағдарлама дегеніміз компьютерлік жүйенің элементтерін басқаратын бағдарламалар жиыны. Жүйелік бағдарламаның түрлері: операциялық жүйелер және де сервистік бағдарламалар. Операциялық жүйе дегеніміз бұл компьютердің іске қосқан кезде жүктелетін және барлық құрылғылардың жұмысын басқаратын арнайы бағдарлама. Операциялық жүйенің үш міндетті бөліктен тұрады: ядро, драйвер және интерфейс. Ядро дегеніміз командалық интерпретатор, яғни ол программалық тілден темір тіліне аударатын аудармашы. Драйвер дегеніміз компьютер құрамына кіретін әртүрлі құрылғылардың басқаруға арналған бағдарлама. Интерфейс пайдаланушы мен компьютердің арасындағы қарым-қатынасты ұйымдастыратын ыңғайлы қабық. Операциялық жүйенің түрлері. Қазіргі таңда кең таралған негізгі үш түрі: Mac операциялық жүйесі, Windows операциялық жүйесі және Linux операциялық жүйесі. Компьютерді іске қосқанда ең бірінші BIOS, базалық енгізу-шығару жүйесі іске қосылады. Ол барлық құрылғылардың жұмысын істеу қабілетін тесттен өткізіп, операциялық жүйені жүктейді. Операциялық жүйе үш негізгі құрылғы арқылы жүктеледі. Біріншісі қатқыл диск, флеш-карта немесе лазерлік диск арқылы жүктеледі. Операциялық жүйе туралы түсініп өтсек, келесі біздің бағдарлама ол қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама дегеніміз бағдарламалау жүйелерінің көмегінсіз қолданушы өзінің аппараттық тасымалдарын шеше алатын бағдарламалар жиынтығы. Мысалға айтқанда, сізде қандай да бір үлкен көлемді ақпарат бар. Оның бәрін сіз бір жерге жинап, бір адамға жібергіңіз келеді. Бірақ бұның көлемі өте үлкен. Ол кезде сізге көмекке қолданбалы бағдарлама архиваторлар келеді. Архиватор дегеніміз дискідегі орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін күшейтіп сақтауға. Архиваторлар дегеніміз дискідегі орынды үнемдеу үшін файлдың көлемін кішірейтіп сақтауға мүмкіндік беретін программалардың тобы. Келесі түсініктеме ол вирустар. Вирус деген сөзді барлығымыз баяғыдан білеміз. Келесі біздің танысатын термин ол вирус. Вирус дегеніміз басқа бағдарламалар мен файлдарға өз көшірмесін автоматты түрде кірістіре отырып, файлдарды бүлдіретін компьютерлік шағын бағдарлама. Вирустарға қарсы қолданбалы бағдарлама антивирустық бағдарлама деп аталады. Антивирустық бағдарлама компьютер программаларына зақым келтіретін вирустарды табатын, әрі олардың кері әсерін залалын жоятын бағдарлама.
Антивирустық бағдарламалардың көптеген түрлері болады. Мысалға, кең таралған екі түрі ол Доктор Веб бағдарламасы және Касперский бағдарламасы. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.